Сәлем достар, бұл видеода біз сүтті пастеризация жасаймыз. Пастеризация дегеніміз сүтті қайнатпай, бірақ қыздыру арқылы зиянды бактерия, микробтарды тазарту процесі. Менде қолдың ешкінің 2 литр сүті болды. Ең бірінші шарт ол чашы таза болу керек. Чашыны тағы да салқын сумен бір шайып аламыз. Дүкеннің емес қолдың сүті болғандықтан стерильный бинтпен бір сүзіп аламыз. Қақпағын жауып, 25 минут 90 градус бірінші жылдамдықта қыздырамыз. Сүт 90 градуста қызып жатқандықтан, және де байқасаңыздар, мынаның ішінде воронка бар. Бұл воронка сүтті сыртына шығармай, тасуға мүмкіндік бермейді. Сүтіміз дайын. Қою әдемі ешкінің сүті май қосып балаларға берсеңіз болады. Осы 2 литр сүттен термомиксте сүзбе жасауға болады, құрт жасауға болады. Достар, келесі видеода осы сүттен йогурт жасауды көрсетем. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Келесі жүздескенше. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Арнама лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.